Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Тек қана су мен тұздан жасалынатын қаттаманың рецептін сақтап алыңыз және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алда сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға суымызды құйып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап суымызды араластырып аламыз. Тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Және ұнымызды 3-4 бөлікке салып, араластырып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз кішкене қоюланған кезде қолымызбен араластырып, илеп аламыз жақсылап. Қолымызбен илеп, осылай қамырымызды жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз бірікті. Енді 20 минут или жарты сағатқа қамырымызды демалдыруға жіберетін боламыз. Салафанмен осылай орап қоямыз және осылай жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Біздің қамырымыз тұнып шықты. Тұнған қамыр өте жақсы жайылатын болады. Қамырымызды 5-6 бөлшектерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай қамырымыздың барлығын орташа үлкендіктегі бөліктерге бөліп, қолымызбен әдемілеп думалақтап зуала жасайтын боламыз. Барлық қамырымызды зуала жасап алдық. Енді тағы да бір 10-15 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз тұнып шықты. Қамырымызды жақсылап оқтауымызбен әдемілік жұқалап жайып аламыз. Астына ұн сеуді ұмытпаймыз. Қамырымызды осылай айналдыра отырып, жұқалап жайып аламыз. Жайған кезде қамырымыздың шетін ғана басып жаятын боламыз, ортасын баспаймыз. Сонда барлық жағы бір келкі болып шығады. Міне біздің қамырымыз дайын болды, жайып болдық. Енді ертілген сары майымызды жақсылап жағып шығамыз бетіне. Сары майымызды жағып болдық. Енді бір шетінен тартып, өзімізге қарай тартып, жақсылап орап аламыз. Осылай қолымызбен бұрап-бұрап, айналдырып орап аламыз. Орап болған қаттамаларымызды тағы да 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Біздің қаттамаларымыз демалып шықты. Енді кезекте қаттамаларымызды думалақтап жайып аламыз. Міне осындай жұқалықта болу керек. Біздің қаттамаларымыз осындай болып шығады. Міне қатта жұқа болудың да керегі жоқ. Не біздің қаттамаларымыз дайын болды. Енді тапамызды газымызға қойып, астына 2 қасық майымызды қоямыз. Майды көп қоюдың керегі жоқ. 2 қасық жетеді. Және қаттамамызды үстіне салып пісіріп алатын боламыз. Әрқайсысын пісірген кезде астына май құйып тұрамыз. Осылай асты сарғыш түс болғаннан кейін екінші бетін ауыстырып отырамыз. Осылай кішкене көтеріледі, ауыстырып, екі жағында қызартып, қуырып алып пісіріп аламыз. Жасалуы өте оңай, жасап көріңіздер. Көп затты қажет етпейтін қаттаманың бірі. Біздің қаттамаларымыз дайын болды. Әрқайсысын осылай кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Тек қана сумен және тұздан жасалынатын қаттаманың бірі өте дәмді болып шығады. Жасалуы да оп-оңай. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астына өз пікірлеріңізді қалдырып,
лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен алдағы уақытта көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Динара ас болсын.